Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Әңгімемді соңына дейін тыңдап, пікір жазып, қолдап отырыңыздар. Және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бар жоғы 9 жаста едім. Біздің үйдің дәл жанында орналасқан пәтердің ар жағындағы ащы зар қатты әсер еткен болуы керек. Әлі күнге дейін есімнен кетер емес. Бұл үйде ұзын бойлы, қолы ашық, жүрегі таза еркек, иманды, өзгелерге тек жақсылық ойлайтын, күннің сәулесіндей шуағын шашып жүретін, қамқор әрі мейірімді әйел, тәрбиелі, үріп ауызға салғандай сұлу, ақылына көркі сай қыздары Айман мен үшеуі тұрушы еді. Міне бүгін ошақтың ұйытқысы болып отырған аяулы жар, қамқор ана о дүниеге аттанды. Содан бері 3 жыл өтті. Айман екеуміздің арамыз 7 жас болса да құрбы едік. Қазір оның көзінен бұрынғыдай ұшқынды, бойынан бұрынғыдай сенімділікті байқай алмайсың. Анасының қазасынан кейін ашылып та сөйлемейді, үйінен де көп шықпайды. Жер басып жүруінің бірақ себебі бар, ол әкесі. Айманның орнына өзімді қойып көргем. Сондықтан оның не ойлап, не сезетіндігін жақсы білем. Десе де жас қыздың күннен күнге шынайы өмірден алшақтап бара жатқандығын көру жаныма ауыр тиюші еді. Міне бүгін 2-ші күн, Айманның өмірге деген құлшынысы артқандай, күлімсіреп әндетіп жүр. Бұны көргенімде барлық жаманшылықтың артта қалғандығын, енді Айман үшін жаңа өмір басталғандығын сезгендей болдым. Бірақ Айманды өмірге қайта алып келген не нәрсе болды екен? Ұзақ ойланып, бой жетіп тұрған шағы ғой, бәлкім махаббат болар деп түйдім. Жақын барып өзінен сұрап едім, айтқаным дәл келіп махаббат екен. Тек сүйген кісісі жай адам емес, танымал әнші болып шықты. Мен бұл махаббат емес, фанатизм екендігін анық байқаған едім. Бірақ ол кезде Айман олай ойламайтын. Ақымақ қызша күндердің бір күнінде ғашығына қосылатындығына риясыз сенуші еді. Мен үшін Айманның мұның бәрі бос қиял, арман екендігін түсінгендігі, жүрегінің 2-ші рет жаралануын қалай қабылдайтындығын елестетудің өзі қорқынышты еді. Оған түсіндіргім-ақ келді, бірақ аз уақыт ішінде басынан өткеретін тамаша сезімдерді одан тартып алуға дәтім бармады. Аз уақыт мен ойлағандай аз болмады, 2 жылға созылды. Осы 2 жылдың ішінде ол жігіт Айманның жанының бір бөлшегіне айналды. Суреті бөлмеде, керек десеңіз стаканның сыртында, жастық пен көрпесінің тысында тұрады. Айман оның қатысқан концерттерін, түрлі ток-шоуларын, бақ өкілдеріне берген сұхбаттарын үзбей қадағалап отырушы еді. Жанкүйерлерге арнап өткізген кездесулерінен мүлде қалмайтын. Бір қызығы әлгі әнші оны мүлде танымайтындығын біле тұра, өзін әлемдегі ең бақытты адам сезінетін. Бір күні Айманның әкесі жүрегі ауырып науқастанып қалды. Айман жаны қысылып менің қасыма келіп, осы күнге дейін ертегі кейіпкеріне сенген жас қыздай ақымақ болып келген екенмін. Қара басымның ғана қамын ойлап, әкем туралы мүлде ұмытып кетіппін. Әкем де о дүниеге аттанса, өзімді өзім кешірмеспін. Одан да жұмыс тауып, өмірімді қалпына келтірейін деп, еңкілдеп отырып жылайды. Ең алдымен арманына айналған қиял кейіпкерімен қош айтысу керектігін өзі жақсы түсінетін. Бірақ бұнысынан түкте шықпайтындығын біліп, танымал әншінің жанкүйерлермен кездесуіне соңғы рет келді. Кездесу біткеннен кейін жанкүйерлер әншімен суретке түсіп, қолтаңбасын кезекпен алып жатады. Кезек Айманға да келіп жетеді. Қыз жігіттің көзіне ұзақ телміре қарайды. Жігіт болса, сізге не керек, суретке түсеміз бе, әлде қолтаңба берейін бе дейді. Жоқ, ешқайсысы да керек емес. Тек жай ғана менің көзіме қарап, мен сені мүлде танымаймын. Сенің кім екеніңді, тіпті мен сен туралы ештеңе білмеймін. Сені сүюім мүлде мүмкін емес деші. Өтінемін деп
жасқа толы көзімен жалына қарайды. Айман дәл осы жолмен ғана жеркеніш сезімін оятып, одан бас тарта алатындығына сенімдеді. Жігіт «мен сені сүйем» дейді де, қыздың қолындағы қағазды алады. Айман алғашында есі ауысқан адамдай өз құлағына өзі сенбей бір орында тұрып қалады. Есін жиған уақытта одан бетер қиналып, ойы сан-саққа жүгіріп, көз жасын көл қылады. Үйіне келіп, жігіттің беріп жіберген қағазын қараса, телефон номері тұр екен. Бүгінде екеуі бақытты отбасын құрды. Айманның әкесі болса дертінен құлан таза айығып, немерелерінің қызығына тоймай шалқып ғұмыр кешуде. Өмір алып ойын алаңы. Бізді қай жерде және қандай тосын сый күтіп тұрғандығы сізге де маған да беймәлім. Бастысы жеңіске жетудің екі алтын қағидасын естен шығармаңыз. Оның бірі ережемен ойнау, екіншісі ешқашан берілмеу.